Ассаламу алейкумдер. Бұл Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Сарыағаш аудандық Қапланбек бекеті ғой. Таможнядағы мынау кіреберістегі шлагбаунымыз ғой. Сынып түсіп қалған, скотчта байлап қойған темірмен. Ол да түсіп қала береді. Бұл таможняның бет бейнесі емес пе? Таможняның әкімшілігі және де осы жердегі жүргендер, мынау қала әкімдігі не қарап отыр екен? Осынша халық кіріп шығып жатыр, бір шлагбаунды істей алмаса, мына бізде мынандай ғой, бюджетте ақша жоқ дейді ғой, бірден айтса. Осының бәрі бюджетке түсетін ақшалар емес пе? Мына таможнядан кіріп шығып жатқандардың барлығы ят нәрсе ғой, масқара мынау енді. Тіпті масқара мынау. Бұл мен бір 10 шақты күн бұрын Ташкентке кіріп шыққан ем. Сол кезде осылай жатқан еді. Әлі осылайынан тұрды. Осы жердегі істеп жатқандар ұялмайды ма екен, намысына тимейді ме екен осы жердегі істеп жатқандардың өзіне де? Ят қой мынау. Өзбекстан жағына өтсең тап-таза. Біздікіне кірсең, баклажкілер шашылып жатыр ішінде ортада. Қалай Өзбекстаннан бері қарай өтесің, баклажкілер шашылып жатыр да. Мына жер ондай емес та. Тазалап мынаны істеп, дұрыстап қойсаңыздар.